Қазіргі уақытта елдердің жасыл экономикаға көшу үрдісі бүкіл әлемде жүріп жатыр. Қазақстан да шетте қалмады. 2017 жылы Қазақстан өз аумағында Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізді. Оның негізгі тақырыбы болашақ энергиясы болды. Бұл әлемдік деңгейдегі жаһандық оқиға. Ел ішінде бүкіл мемлекет ауқымында Астанадан бастап шет аймақтарға дейін жасыл технологияларды дамытудың бастапқы нүктесі болды. Шілде айында Қазақстанда жаңа экологиялық кодекс күшіне енеді. Оған президент 2021 жылы 2 қаңтарда қол қойды. Құжаттың негізгі хабары ластаушы төлейді, яғни ластанудың алдын алады және жағдайды бақылайды. Сондай-ақ қоршаған ортаға келтірілген залалды қалпына келтіру жауапкершілігі кәсіпорынға бекітілген. Экологиялық кодексте кәсіпорындарды ең жақсы қолжетімді технологияларды енгізе отырып, қауырсын санатындағы объектілердің кешенді экологиялық рұқсаттарына көшіру ұсынылады. Бірақ бұл туралы сәл кейінірек айтылатын болады. Айта кету керек, 2018 жылы Экспо инфрақұрылымы базасында халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы құрылды. Оның негізгі міндеттері жасыл бастамаларды сүйемелдеу және іске асыру болды. Орталық аз да болса мемлекеттің экологиялық саясатын жүзеге асыру функциясын өз мойнына алды. Халықаралық орталықтың миссиясы экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, онымен бірге халықтың өмір сүру сапасының артуы, ал қоршаған ортаға кері әсерінің төмендеуі үшін жасыл технологияларды ілгерілету және бизнесті қолдау. Жұмыс форматы осы миссияға сәйкес құрылған. Мемлекет пен қоғамның синергиясы ғана Қазақстан аумағында жасыл өсуге қол жеткізуде ғана емес, осы тәжірибені одан әрі орталық Азия өңірінде таратуда барлық жағынан талап етілетін тиімді нәтиже жасауға қабілетті. Сонымен халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы бірінші кезекте қандай бағыттар барын анықтады. Әртүрлі меншік нысандағы кәсіпорындар экологиялық заңнаманы жүйелі түрде бұзады. Кейде бұл қоршаған ортаның ластануына жол бермеу үшін шаралар қабылдағаннан гөрі үнемді. 2020 жылы Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі 800-ден астам тексеру жүргізіп, экологиялық заңнаманы бұзудың 2441 фактісін анықтады. Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 296 миллион теңгені құрады. Ал экологиялық залалды өтеу бойынша ұйғарымдар миллиард теңгеден астам сомаға берілді. Мемлекет өнеркәсіпке жоғары экологиялық стандартты ұсынады. Өнеркәсіп 21 ғасырда сөзсіз болатын және экономикалық өсудің негізі болып табылатын технологиялық прогреске ұмтылады. Сонымен қатар біз таза ауамен демалғымыз келеді және қолайлы ортада боламыз. Баланс қайда? Техника өнеркәсіптік объектіні басқарудағы технологиялар, әдістер, процестер, тәжірибелер, тәсілдер мен шешімдер. Озық қолжетімді технология тұжырымдамасы экологиялық ынтымақтастық даму ұйымы елдерінің, Қытай Халық Республикасының, Беларусь Республикасының, Ресей Федерациясының енгізуінің жалпы әлемдік тарихына ие. Бірақ озық қолжетімді технологияны енгізу бойынша ең үздік әлемдік тәжірибеге Европа тиесілі. Бірінші спикер. Европалық одақта озық қолжетімді технология тұжырымдамасы заңнамаға 1984 жылы енгізілді. Онда негізгі салалардағы кәсіпорындарды озық қолжетімді технологияға кезең-кезеңмен ауыстыру қарастырылған. Европалық комиссияның бірлескен зерттеулер орталығының бөлігі болып табылатын ластанудың кешенді алдын алу және бақылау жөніндегі Европалық бюро сивилдік процесс шеңберінде ең озық қолжетімді технологияны немесе бреф анықтамалығын әзірлейді. Брефті әзірлеу процесі техникалық жұмыс топтарының мүшелері арасындағы ақпарат алмасуға негізделген. Комиссия әрқайсы Европалық одаққа мүше мемлекеттердің, өнеркәсіп салаларының, экологиялық үкіметтік емес ұйымдардың және комиссияның атынан өкілдік ететін техникалық сарапшылардан тұратын техникалық жұмыс топтарын құрады. Техникалық жұмыс топтары озық қолжетімді технология бойынша анықтамаларды әзірлеу және қайта қарау үшін негізгі ақпарат көзі болып табылады. Сондықтан техникалық жұмыс топтары мүшелерінің ақпарат алмасуға белсенді қатысуы өте маңызды. Европалық одақтағы техникалық жұмыс топтары мүшелері арасындағы коммуникация үшін цифрлық ақпараттық платформа пайдаланылады. Техникалық жұмыс топтары ішінде бреф әзірлеу аяқталғаннан кейін пысықталған бреф түпкілікті жобасын форумының қарауына жібереді. Оның мақсаты ақпарат алмасуды ұйымдастыру мәселелері және бреф мазмұны бойынша өз қорытындысын ұсыну болып табылады.
Да 21 жылы заңнамаға өзгерістер енгізілді. Оған сәйкес 25 жылдан бастап барлық ірі ластаушылар ең озық қолжетімді техникалар талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Озық қолжетімді технология қағидаттарын енгізу циклдік болып табылады және 4 негізгі кезеңнен тұрады. Олардың біріншісі кешенді технологиялық аудит жүргізу болып табылады. Кешенді технологиялық аудит қоршаған ортаға жағымсыз антропогендік әсердің алдын алуға және төмендетуге бағытталған. Оның ішінде тиісті мәліметтерді жинау арқылы кәсіпорындарда қолданылатын техникаларды сараптамалық бағалау процесі. Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл Қазақстан кәсіпорындарының озық қолжетімді технологияға көшуге дайындығын бағалау. Бүгінгі кешенді технологиялық аудит 80-нен астам кәсіпорынды қамтыды. Кешенді технологиялық аудиттің бірінші толқыны 2 триллион болжамды инвестициялардың жалпы көлемі кезінде өнеркәсіп саласына байланысты 34-тен 87%-ға дейінгі деңгейде кәсіпорындардың озық қолжетімді технологияға көшуге дайындығына баға береді. Халықаралық тәжірибеге және кешенді технологиялық аудит барысында алынған отандық кәсіпорындардың деректеріне негізделе отырып, озық қолжетімді технология бойынша анықтамалықтар және озық қолжетімді технология саласындағы Қазақстанның экологиялық саясатын іске асыру жөніндегі жиынтық құралдар әзірленеді. 2022 жылы Қазақстандағы озық қолжетімді технология бойынша алғашқы 5 анықтамалықтың жобаларын әзірлеу аяқталады. Энергия өндіру мақсатында ірі қондырғыларда отынды жағу, мұнай мен газды қайта өңдеу, биорганикалық, химиялық заттар өндірісі, цемент және әк өндіру. Энергетикалық тиімділік Қазақстан Республикасының барлық кәсіпорындары арқылы көлдеңінен өтетін және энергетикалық ресурстарды арттыру тәсілдері мен экология мәселелерін шешетін анықтамалық. Егер қазір бастамасақ, біз қайда боламыз? Техногендік қолайсыз немесе экологиялық таза ортада.